Мен білімсізбін, мен білімім жоқ, анамны жақсы біледі. Орысша да ол жақсы сөйлейді. Бәрін. Мен түсінбедім. Соны дұрыс қарамаққа, мына кімдер, кеше Руслан Өтебай дұрыс қарамақ, тек односторонний бәрін шешіп отырды ғой. Мына бір жақпен заниматься. Сосын жаңағыда айтқан ана кім әйелі. Мен повар болып жасадым деді бізге. Ана неде бәрін істеген 21 жыл повар. Ол қайдан менде 31 жылдың ішінде, мысалға, 30 санап отсаң, 96-тан 31 жылдың ішінде санап отсаң, ол жерде 7 семья тек істеген. А келіп кетіп жүрген арасында семья тағы 5-6 бар. Бәрінің бала шағасы, әйелі, бәрі 7 семья бірге тұрды. 5 үйде, сөз жердегі 5 квартирде, мысалға. 5 квартирде әркім өзінің жолдасына, өзінің бала шағасына дайындаған тамақты, сонда мен 7 повар ұстауым керек пе ана жерде. Мысалы, әркім өз семьясының басына, өз отбасына не дайындап отыр ғой, тамағын дайындап отыр. Енді біздер келгенде, конечно, кімнің үйі таза, сол үйден бар тамақ ішеміз. Ол өтірігі жоқ. Алла ханның айтқаны, мен бейттім, мен сөйттім деген, менде жұмыста, менде жұмыста доғырмен, или несімен, менде оның қағаз жоқ. Ол өз семьясына дайындаған зат қой. Қанша 7 семьяның ортасында жүрдік біздер, мысалға. Оның қайсысы повар, мысалға 7 повар нете алмаймын ғой мен. А где-то 2016-2018 жылдары уже семьяларына бәріне үй алып бердім мен, неден, орталықтан. Уже балаларды өсі не ететін, бәрі орталыққа көшті. Орталыққа көшкесін біздер уже повар алып бастадық. Қазірдің таңда да поварымыз жасап жатыр. Мына кімнің Рақаттың қасында, ол Құласуда тұрды, оның қасында 7 жыл Валя дейтін повар жасады, мысалға. Екеуі, мысалға, енді балдары келіп маған әңгіме айтқанда, мынандай жылқын жоқ қылып, ақша жоқ қылып деп, қайыққа кетіп жатыр ақшасы оның деп әйгенде, мен өздеріне айттым, сендер әкеңнен сұраңдар, ол ақша қайда кеткен, мен қайдан білем ол ақшаны. Енді артынан шығарып қарасақ, оказывается, 7 жыл істеген Валя дейтін повармен көңілдес болған ба, ол осы Ақтөбеден үй салып алған. Оны балдары артынан білді. Жаңағы 2 баласы артынан білді, бәрін білді балдары. Енді менің алдыма кешірім сұрап келе алмай жүрген сол себебі бар шығар, ойлаймын өзім. Валя деген, мен оны білмеймін де, Валя деген айтыру, өзінің мұна осы яқта әйелінің бір отырыста айтқаны, қазір менің жаңағы Рақат, ол 2-ші әйел алып Ақтөбеде тұрады деді. Ол сол Рақатты құртып отқан сол тоқал дейді ғой енді. Тоқалы ғой енді құртып отырған. Сыңғырлатып үй салып алды. Жалғыз басты әйел қайдан салады? Мал жоқ, дым жоқ. Сол Рақатты құртып отқан сол әйел. Тек әкелді деп сол жылқы сол Ақтөбеге кетіп жатыр. Жаңа бір ағай, осы яқта бір ағай айтыпты. Үйінде жейтін тамақ жоқ. Жаңағы ет жемейді деп. Қайдан ет болады? Бұл жақта ол тұрмайды да. Ол Ақтөбеде тұрады. Ақтөбеге кетіп қалады, ол жақта тұрмайды. Сол жылқысының беспрозорный жүргені шығар енді. Темірден келіп ұрлап 40 ба, 30 бас жылқыны алып сойып алып, оны ұстап алды. Ол қайдан біледі ол? Оны, значит, мал кеткен жан жаққа тырым-тырым. Ол жақта жұмыс істесе, ол жаңа алдына аманат қылып берілген малы ғой. Бізде мынандай ұстаным бар, біз өз шаңырағымызда. Бұрын менің әкемде мұғалім болған, директор болған, школ директор болған кісі, анам да сол школда жұмыс істеген кісі. Олар бізді кішкентайынан сондай неге үйретті. Еш уақытта өтірік сөйлемеңдер. Сосын біреудің бір нәрсесіне тырнақ тегізіп үйренбеңдер деп. Мен де өз бала шағамды солай. Мен сол жолдасыма да, сенің алдыңда аманатталған мал бар ғой, сен сол күндіз-түн сол малыңды қара. Сен мына үйге бізге көмектесем деп істеме. Мен барлығын өзім істей берем. Азаматым келіп көмектеспеді деп еш уақыттан істемеймін. Себебі мен өзім айтамын, малыңа ие бол. Біреудің аманаты малыңа ие бол деп. Әрине еңбек мықты жолдасым ол жақта. Ол жақта сосын ана трактористер бар ма, басқа малшылар бар ма, жылқышы бар ма, түйеші бар ма, барлығына Тажғали ағамыз бірдей қарағандықтан, барлығына жаңағы бірдей болыңдар, бір-біріне көмектесің деп осылай айтып қояды. Бір-біріне олар бір-біріне кәдімгідей көмектесіп,
жұмысты осылай алып жүреді олар. Рахат ағадан да сұхбат алғымыз келіп отыр. Себебі ақпарат бір жақты тарамау керек. Әрине кіргізсе, кеше біраз журналистер келген, кіргізбепті. Неге екені белгісіз. Тек қана өздеріне ұнаған, өздері шақырған ғана журналистерге сұхбат беретін сияқты. Но бір рет көрейік, бізде барып сұрап сұхбат береді ма?